Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға өте ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, су және де бір қасық қатты толтырмай тұзымызды салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейміз. Видеода көрсетіліп тұрғандай қолдарыңызбен кішкене қаттырақ басып, целлофан қалташасына салып, ең қандыруға 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді подливын дайындайтын боламыз. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып, қызғаннан кейін ірілеу болып туралған етімізді саламыз. Менде қойдың еті және жас сойылған болғандықтан қазір өзінің суы бөлінетін болады. Сол суында суы тартылғанша бетін жауып, баяу отта бұқтырып аламын. Ал егер сіздерде жас мал болмаса, онда кішкене су құйып жіберіп бұқтырып аласыздар. Суы тартылғаннан кейін осындай сарымсақ және де пиязымызды салып, пиязымыз өлгенше жақсылап қуырамыз. Одан кейін осы сәбізімізді де салып, 3-4 минут аралығында жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, хмели сунели және де паприка қостым. Сіздер өздеріңізге ұнаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Және де осындай томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, қызартып қуырып аламыз. Картобымызды да салып, ұсақтап турайсыздар. Бұны да үстінен асып тұратындай су құясыздар да бетін жабасыздар. Одан кейін қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта қамырын дайындағанша бұқтырасыздар. Қамырын ортасына салғанға осындай жусайды майдалап турап алдым. Жақсылап жуып, майдалап турап, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді иі қанып тұрған нанымызды алып, осылай бастапқыда қолымызбен, жұдырығымызбен кішкене жұқартып, кейін оқтауымызбен осылай жайып бастаймыз. Қамырымызды барынша жұқа қылып, әдемі қылып жайғандарыңыз дұрыс. Жайып дайындалып алған қамырымыздың үстінен майымызды жағып дайындап аламыз. Және осылай салмасын салып, рулет тәріздес қылып ораймыз. Енді осыны осылай видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боламыз. Бұдан кішірек қылып та кессеңіздер болады, өздеріңіздің еркілеріңізге қарай. Енді бұқтырылып дайын тұрған подливтің үстіне осы қамырларымызды жайғастырып шығамыз. Барлығын салғаннан кейін бетін жауып, 40-45 минут аралығында баяу отта бұқтырасыздар. Міне осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады, әрі тойымды астардың бірі. Осылай тағамдарыңызды өз еркілеріңіз бойынша шет-шетіне қамырын, ортасына подливын қойып ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздер де ауызашарға отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Және де видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.